Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Сіздерді бүгін кезекті қыз жасаумен таныстырғым келіп тұр. Бұл жасаудың ерекшелігі Тараз қаласынан шыққан танымал блогер аруымыздың жасауы. Осы ақ көрпешелер аруымыздың жасауына кіреді. Яғни бұл жерде 5 көрпеше бар. Люкс погон құрақ дизайнында жасалған. Люкс погон құрақ дизайнында осындай өрнектермен, вышивкалармен жасалды. Яғни бұл жерде бізде тұрған 5 төр көрпеше, 3 жастығы және де 2 валигі бар. Ал осы қызыл көрпешелерді аруымыздың анасы қазақша бөлмеге арнап жасатып жатыр. Бұл жерде қызыл көрпешелер абстракция құрақ дизайнында жасалған. Бұл жерде де 5 көрпеше, 3 жастық және де 2 валик жастығы кіреді. Көрпешелерден бөлек бізге осы жасауға төсек жапқыш, яғни покрывало деп айтамыз, 2 жастығымен бірге тапсырыс берілді. Бізде покрываламыз, яғни төсек жапқышымыз осындай көрпешенің матасымен бірдей етіп жасалды. Ортаңғы бөлігінде осындай әртүрлі құрақтар және де вышивкалар тігілді. Төрт жағында осындай қазақи оюлар салынды, ортасында жастарымыздың аттарының инициалдары жазылды. Махаббат көрпесіне осындай ұзын жастығы кіреді. Ұзын жастықта толықтай осындай құрақтар тігілді. Жастықтан бөлек бізде осындай 2 қысқа жастығы бар. Қысқа жастықтарымыз махаббат көрпесімен сәйкес етіп жасалып, жастарымыздың аттарының инициалдары жазылды. Және де осы барлық жасауды салуға арналған осындай киіз қаршын тапсырыс берілді. Киіз қаршын бұл өз формасын сақтап тұрады және де қолдануға өте ыңғайлы. Алдындағы құрақтары жасаудың құрақтарымен сәйкес етіп, жасаудың вышивкаларымен сәйкес етіп жасалды.